Қалғаны сөйлей берсін. Ерке Есмахан ата-енесін жер-көкке сыйғызбай мақтады. Танымал әнші Ерке Есмахан ата-енесін айтып, өнеріне қалай қолдау білдіретінін жасырмады. Өнер иесі Орал қаласынан ата-енесінің келгенін айтып, оларға ризашылығын жеткізді. Эстрада жұлдызы дәл осындай әулетке келін болғанын мақтан тұтатынын және күйеуінің ата-анасы өмірлік бағы санайтынын айтты. Алладан бақ сұрау керек. Алла маған сол бақты үйіп берген, шүкір. Ата-енем де сол бағым. Папам мен мамам ақ жүректерімен сендей қызымыз бар, бізге бұйырғанға шүкір. Сені әкелген райымға рахмет. Қалған сөйлегендер сөйлей берсін деп отырады. Қалай бақ демейсің енді? Күйеуімнің, ата-енемнің разылығын алуға, жақсы келін болуға, осы әулеттің ұрпағын жалғастыруға барымды саламын. Сіздерді жақсы көремін отбасым, Аллаға сансыз шүкір айтамын, деп жазды Мега жұлдыз. Сондай-ақ өнер иесі жеке парақшасына ерекше фото жүктеп, оқырмандарын таңдандырып қойды. Өзіңді қатты жақсы көрсең, өмірде сені тура солай жақсы көреді екен деген жазбасына тыңдарман қауымы түрлі пікір білдірді. Қандай жарасымды, мына орамал сізге сондай үйлесіп тұр. Райымның жолы болыпты. Ерке не кисе де жарасады. Не деген нәзіктік, мына орамал сізді одан бетер әдемі етіп тұр. Өте ерекше образ екен, сізге сондай жарасады. Сұлулық пен нәзіктіктің символы деп бағалады көпшілік.